Армысыз YouTube көрермен, сіздермен халық ем арнасы. Қазіргі таңда сан түрлі жүрек аурулары белең алып келуде. Стенокардия, гипертония, инфаркт және инсульт деген сияқты жүрекке қатысты ауруларды естіп жатамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша, жыл сайын кардиологиялық патологиядан 17,5 миллион адам қайтыс болады. Олардың 80%-ға жуығын дәрі-дәрмекпен емдеуге жүгірмей-ақ алдын алуға болады екен. Сіздің егер жүрегіңіз ауыратын болса, немесе анда-санда шыншитын болса, тіпті еш ауырмайтын болса да, бұл видеоның соңына дейін қараңыз дер едім. Себебі бұл видеода мен адамның жүрегі жай ғана жақсы көретін, ұнататын 10 түрлі өнім жайлы айтатын боламын. Бұл өнімдер сіздің жүрегіңіз ауырсын, ауырмасын, болашақта жүрегіңізді әрдайым жақсы қалыпта сақтауға өз үлестерін қосатын болады. Достар, арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осы секілді көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Ендеше видеомызды бастайық. Жүрекке пайдалы алғашқы өнім ол алма. Бұл таңғажайып жемісті табиғи статин деп бекер айтпайды. Яғни қандағы холестерин деңгейін төмендететін препарат деп атауға болады. Алма флавоноидтарға өте бай. Флавоноид деп отырғанымыз әртүрлі өсімдіктерде кездесетін зат. Ол жүректе болатын түрлі ишемиялық аурулардың және басқа да жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алады. Қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Британдық ғалымдар түрлі медициналық препараттарға қарағанда алманы күн сайын тұтыну жүрек-қан тамыр ауруларының пайда болу қаупін едәуір төмендетеді деген ұйғарым жасап отыр. Әрине, түрлі зерттеулер нәтижесіне сүйене отырып, осындай ұйғарым жасап отыр. Сол себептен жүректің жұмысы жақсарсын десеңіз, күнде бір дана алма жеп тұруды ұмытпаңыз. Ары қарай жалғастырамыз. Жаңғақтар. Өсімдік майы құрамында көп кездесетін жаңғақ секілді өнімдерді көбірек тұтынуға кеңес береміз. Соның ішінде грек жаңғағы жүрекке ең пайдалысы. Себебі бұл жаңғақта омега-3 пен омега-6 витаминдердің қатынасы 4-тен 1. Ал бұл адам ағзасына, әсіресе жүрегіне өте қолайлы болып келеді. Басқа жаңғақтарда бұлай емес. Грек жаңғағын үнемі жеп жүретін болсаңыз, сізде шын мәнінде жүрек ауруларының ықтималдылығы едәуір азаятын болады. Оған қоса есте сақтау қабілетін жақсартады. Ішек микрофлорасын реттейді және ағзаңызды ақуызбен қамтамасыз етеді. Үшінші өнім жидектер. Мәселен жүзім немесе мүкжидек. Мүкжидек дегеніміз орысша айтқанда клюква. Бұл жидек ағзамыздағы токсиндерді шығаруға көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетеді және инфаркт пен инсульт ауруларының дамуына жол бермейді. Ал жүзімге келер болсақ, бұл жидек жүрекке өте пайдалы жидектердің бірі деп атап өтсек артық етпейді. Жүзім қан тамырларымызда тромбтың пайда болуына жол бермейді. Жалпы жүрек жұмысын қалпына келтіреді. Сонымен қатар гемоглобин деңгейін көтереді. Бұл жерде ескере кететін бір жайт, ағзаңызда гемоглобин деңгейі жоғары болса, онда жүзімді байқап, сақтықпен жегеніңіз абзал. Төртінші өнім ол жапырақты көкөністер. Мұндай өнімдерге салат жапырақтары, шпинат, тағы да басқалар жатады. Жалпы жапырақты өсімдіктердің адам ағзасына пайдасының көптігі соншалық, оларды үнемі тұтынуға кеңес беріледі. Себебі олардың құрамында магний бар. Магнийді жүрекке арналған минерал десек те болады. Адамдардың көпшілігінде магний дәрумені жеткіліксіз болып келеді. Тіпті ағзамызда қандай дәрумендер жетіспейтінін анализ тапсырып тексертпейміз де. Сондай-ақ ағзамызда магний жеткілікті болса, сізде төзімділік деңгейі жоғары болады. Мұны көбіне спортпен айналысатын адамдар магний дәрумен тұтынғанда күштері көбейгенін байқап жатады. Оған қоса магний қанымызда оттегімен байытуға көмектеседі. Жүрек соғысын реттейді және тромбтың алдын алады. Жапырақты көкөністер біздің ағзамызда оксид азот секілді құнды затты өндірудің көзі болып табылады. Осы оксид азоттың әсерінен біз жақсы әрі ұзақ өмір сүре аламыз. Тақырыпты кішкене ашып айта кететін болсам, сіздерге түсінікті болу үшін. Жапырақты көкөністерді ауызбен шайнап жеген кезде, ауыздағы сілекеймен араласып, біздің қанымызда оксид азот көбірек өндірілу бастайды. Соның әсерінен ағзамызда қан қысымы төмендейді. Жүрек тамыр жағдайы жақсарады. Адамды жақсартып емдей бастайды. Осы себепті өмірімізді ұзартатын өнім қатарына да кіреді. Бұл көкөністерді смузи қылып ішіп жататындар да бар. Бірақ бұл ауызбен шайнап жегенде әсер бере қоймайды.
Дегенмен де дым жемегенше оны смузи ретінде ішкен де жақсырақ. 5-ші өнім анар. Бұл жемістің пайдасы жетерлік, себебі оның құрамында А, В1, В2, В3, В5, В6, Е, С дәрумені бар. Ол аз десеңіз, калий, темір, селен, марганец секілді микроэлементтер де табасыз. Анардың ерекшелігі сол, қабынуға қарсы көмектеседі. Канцерогендік және иммуностимуляторлық функциялар бар антиоксиданттардан тұрады. Жүрек ауруының алдын аламын десеңіз, күніге бір анар шырынын ішіп жүріңіз. Келесі өнім киви. Жүрекке шипалы жемістердің бірі. Оны үнемі пайдалану жүрек ауруларынан бөлек көз дерттеріне көмектеседі. Бастысы киви қанды ұйытпайды, ұйыған қанды ерітеді. Оның құрамында жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. 7-ші өнім ол сарымсақ. Бұл өнім суық тиіп, тұмауратқанда ғана емес, жүрек жұмысына да айтарлықтай көмегі бар. Онымен қоса, демікпе, көз аурулары, гипертония, құлақ ауруы, безеу, бөртпе және басқа да түрлі ауруларды емдеуге көмектеседі. Сондай-ақ антиоксиданттық және микробқа қарсы қасиеттерге ие, қан қысымын қалыпқа келтіреді және холестерин деңгейін төмендетеді. 8-ші өнім шабдалы. Шабдалы темір, кальций, натрий, фтор, селен, мырыш, магний және С, В, Е каротин дәрумендеріне өте бай. Қан айналым жүйесінің жұмыс істеуін қолдайды. Сонымен қатар калий жүрек бұлшықетінің жұмысын реттеп, қалыпты және тұрақты жүрек соғу жылдамдығын сақтау үшін қажет. Е дәруменінің де әсері бар. Ол қан тамырларында қан ұйғыштардың пайда болуына жол бермейді. Келесі 9-ші өнім балық. Оның құрамындағы майлар жүректің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Лосось, тунец, скумбрия және теңіз өнімдерінде жүрек бұлшықетіне керек дәрумендерге өте бай. Ең соңғы өнім авокадо. Авокадо ас қорытуды жақсартады, депрессия қаупін азайтады, қатерлі ісіктен қорғайды. Оның құрамындағы майлар жүрек жұмысына айтарлықтай оң әсер етеді. Авокадо калийдің, омега-3 май қышқылдарының және лютeinнің бай көзі. Сондай-ақ оның құрамында еритін және ерімейтін талшықтар көп. Күн сайын бір авокадо жеуді бастаудың бірнеше себебін қарастырыңыз. Авокадо майға бай. Ол денеге А, К, Д және Е дәрумендерін сіңіруге көмектеседі. Рациондағы майсыз адам ағзасы майда еритін витаминдерді сіңіре алмайды. Мінеки достар, өмірімізге ең маңызды саналатын дене мүшеміздің бірі жүректің жақсы көретін 10 өнімімен таныс болдық. Видеода айтылған пайдалы ақпараттарды ескере отырып, өмірлеріңізге пайдаланасыздар деген үміттемін. Ақпарат пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.